Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 2-ші сынып. 79-ші сабақ. Жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренемін. 62-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр, жүйрікте, допты торға тоғыттық. Еп қана емес бірлікте, керек екен сонықтық. Балдырған журналынан қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт. Бұл жерде допты қарамен, торға қарамен жазылған. Допты деген сөз, яғни доп жұрнақ, жалғау болып тұр. Ал торға деген сөзде тор жұрнақ, алға, түбір-ға жалғау болып тұр. Келесі жаттығуымыз 63-ші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Спорттық жарыстарда болады төреші, тәртіпті ол қадағалайды, әділ болуы төреші тиіс деген сөзі берілген. Бұл жерде біз құрастырдық. Бірінші сөйлеміміз спорттық жарыстарда төреші болады, ол тәртіпті қадағалайды. Екінші сөйлем. Үшінші сөйлем төреші әділ болуы тиіс. Бұл сәйкес келіп тұр. Сендерге өте оңай тапсырма. Үшінші жаттығуымыз бұл 64-ші жаттығу. Бұл жерде өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет дейді. Денені тік ұстағын, тек екі аяқты жұптағын. Оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа. Созғындағы тұрмында бірде төмен жоғары, келтір тағы қимылға. Мұзафар Әлімбай. Антонимдерді тап дейді. Бұл жерде біз өлең жолдары. Бұл жерде оң, сол деген антоним, қарама-қарсы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді біз антоним деп атаймыз. Ал жоғары, төмен, бұл жерде бұл да қарама-қарсы сөздер. Яғни олар антоним. Келесі жаттығуымыз 65-ші жаттығу. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы дейді. Өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Бұл жерде кітап, бұл жерде жалғаулар дайын, түбір берілген, соларға біз жұрнақ пен жалғауларды жалғауымыз керек. Кітаптар. Бұл жерде кітап түбір, тар жалғау. Аспаз. Ас түбір сөз, паз. Бұл жұрнақ. Спорттың. Спорт түбір сөз, тың жалғау. Өнерлі. Өнер түбір сөз, жалғау. Жұрнақ. Футболшы деген сөзде футбол түбір сөз, жұрнақ болып тұр. Мен бір сөйлем құрастырдым. Мен өскенде футболшы боламын. Сендер де дәл осылай жазып қойсаңдар болады дәптерлеріңе. Келесі жаттығу шығармашылық үзіліс. 66-ші жаттығу. Спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып қайта оқып көр. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс болды. Біздің сыныптан Арнұр Салтанаттар болды. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді болды. Бізге осы жерде болды деген сөздер берілген әрқайсысына сөйлемнің аяғында. Біз соларды мына сөздермен ауыстыруымыз керек, керекті сөздермен. Мен оны жазып шықтым. Бірінші сөйлем. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Ұйымдастырылды деген сөз бар. Керекті сөздерді осыны алдым. Келесі сөйлем. Біздің сыныптан Арнұр Салтанаттар қатысты. Қатысты деген сөзді алдым. Бұл да дұрыс ең сөйлеміміз сәйкес келеді. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Бұл бірінші болды деген сөзді қойдым мына жерге. Бұл да сөйлеміміз дұрыс келеді, сәйкес келеді. Ең соңғы сөйлем жарыс көңілді өтті. Бұл ең соңғы сөйлемімізді сәйкес келеді, көңілді өтті деген. Жұрнақ пен жалғауларды біз дәл осылай жазып бір-біріне сәйкестендіріп үйренуіміз қажет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер балалар. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.